күндізгі тақырыптық жоспар бойынша қарау әңгімесін бастаймыз. Оны түсіндірмес бұрын өткен сабақта біз Тәкен Әлімқұлов туралы оқып, оны талдаған болатынбыз. Тәкен Әлімқұловтың өмірбаянын, оның қандай шығармалар жазғанын өткен сабақта тәптіштеп айттық. Сонымен бірге ол туралы көптеген жұмыстар жасадық. Қайда туды, қайда өмір сүрді, қандай жұмыстар атқарды, ол кісінің қандай шығармалары бар, ол жөнінде біз толығымен айтып, сол жөнінде көп білім алдық. Ендігі кезекте біз Тәкен Әлімқұловтың осы қарау шығармасы деген әңгімесін айтатын боламыз. Бұл әңгіменің негізгі мазмұны Махамбеттің соңғы күндері туралы. Махамбеттің соңғы күндері туралы. Енді мен сіздерге айта кететінім, бұл Махамбеттің соңғы күндері туралы қарау әңгімесі сіздер оқыған Қазақстан тарихы пәнімен өте тығыз байланысты. Өйткені Қазақстан тарихында 1836-1838 жылдары қазақтың кіші жүз руындағы Бөкей ордасындағы көтерілістер туралы өте жақсы айтылған. Онда шаруалар көтерілісі, әлеуметтік мәселелер, оның ішінде жердің тапшылығы, малды асыраудың қиындап кеткені туралы, шаруа адамдардың жанына батқан мәселелер, оларды Жәңгір ханның саясатына қарсы көтерді. Сонымен мұның әр жағында патша саясатына қарсы көтеріліседі. Көтеріліс тақырыптың негізгі мәселесі осы 18-ші ғасырдың орта шеніне басталған көтерілістер. Бұл жердің жетіспеушілігі. Тарих пәнінен бұның бәрін жақсы біліп түсініп оқыңыздар. Көтерілістің басты кейіпкерлері бұл Исатай Тайманұлы, ол көтерілісті бастаған адам. Екінші, қарсы жақтан бұл Жәңгір хан. Әрине, Исатайдың көмекшісі бұл Махамбет Өтемісұлы болды. Махамбет Өтемісұлы ұлы ақын еді. Жыраулардың соңы деп айтылады. Ол кісінің арқасында бұл көтеріліс елдің жадында ерекше сақталып қалды. Енді қараңыздар, Махамбет Өтемісұлы ол Қарай өңірі деген жерде тұрған, бұл өте сауатты адам болған, оқыған адам болған, Орынборда тұрған. Ол орыстың лингвистикасының атасы Даль. Осы кісімен дос болған. Сонымен бірге Қазақстанның батыс бөлігін зерттеген үлкен ғалым Карелинмен дос болған. Карелин ол атақты Александр Блоктың арғатасы. Міне осындай ғалым адам болған. Енді қараңыздар, біз осы Махамбетке байланысты қандай сөздер білуіміз керек. Қолбасшылық еткен, рухани көсем болған, ол және ақын. Оның заманында тарихи оқиғалар болды, тарихи оқиғалар болды, шаруалар көтерілісі болды. Әрине, сонымен бірге тарихта бұрмалаушылық та болды. Ал енді қарсы жақтан айтатын болсақ, Жәңгір хан. Жәңгір хан да өте сауатты адам. Ол Европаша білім алған. Парсы, араб, орыс, татар, неміс тілдерін жақсы білген. Махамбет те солай. Махамбет те орыс тілін жақсы білген, татар тілін жақсы білген, қазақша біледі. Жәңгір хан мектеп ашқан, сауда жәрмеңкесін ұйымдастырған, дәрігерлік бөлімше, дәріхана, мұрағат ашқан, хандықтың алғашқы картасын жасаған. Хандықтың алғашқы картасын жасау деген үлкен ғылыми жұмыс. Бұның әскери маңызы бар шаруа. Сонымен бірге өз қаражатына жоғары мектеп ашқан. Бұл Жәңгір ханның жұмысы. Жәңгір ханның жары Фатима ханым да үлкен сауатты адам болған. Ол да орыс, татар, француз, неміс тілдерін білген. Міне ол кісінің жары нақысы сондай адам болған. Өте білімді адамдар болған. Міне осылай қызметтер атқарған. Міне Жәңгір хан негізі аға ақсүйекке жатады. Ол ағартушы. Ал енді Исатайға келер болсақ, Исатай ол қолбасшы. Ол көтерілісті ұйымдастырушы. Сонымен бірге ол да өте дарынды адам.
ол әскери білімі бар адам. Далалық әскери білімді меңгерген адам. Міне қолбасшы осындай сөздерді де меңгердік. Енді осының бәрін жинақтап Қараой әңгімесіне келетін болсақ, Қараой әңгімесінде негізгі кейіпкер Махамбет. Екінші кейіпкер ол ықылас. Соның қатар Жаңабергенде жүреді. Неге? Өйткені әңгіме Махамбет туралы. Ықылас оны өлтірген адам. Жаңаберген оны өлтіруге қатысқан адам. Бұл кезде Исатай да, Жәңгір хан да қайтыс болып кеткен кез. Ол кісілер жоқ, бірақ ол кісілердің өздері болмаса да, елестері, олардың бейнесі әңгімеде әрәбеттік шығып тұрады. Сонымен бірге Баймағамбет сұлтан да еске алынып отырады. Өйткені бұл кезде Баймағамбет сұлтан осы Махамбетті өлтіруді ұйымдастырушылардың бірі. Ол ел басқарушы. Осындай жағдайлар орын алған. Міне балалар, жалпы Махамбеттің Қараой әңгімесі ол шағын әңгіме болғанмен, сол бір кезеңдегі ұлт азаттық көтерілісті, кіші жүзді руында бүкіл ортасында болған көтерілісті сипаттайтын, соның соңына нүкте қоятын мезгілді түсіндіріп берген, айтып берген тарихи шығарма деп бағалаймын. Енді жаңада Қараой әңгімесі айтып кеттім. Осы әңгіме бойынша түсінгендеріңізді қалай түсіндіңіздер, соны бейнелеп бересіздер. Осыған байланысты міне бір жерде 4 топ отыр. 4 топ әрқайсыңыз жұмыс жасаңыздар, соны қағаз бетіне түсіріп бейнелеп көрсетіңіздер. Махамбет өте сұлу, жүйбіші, күшті, ер, ақын, батыр, қалбесінші, және нөйлі. Сен айта. Аңыздағы басты ақпарат Қарған Марын тұсында қаймағы. Бұлар біз жаңа Кәкен Әлімқұловтың Қараой деген әңгімесі бойынша мен сіздерге түсіндіріп бердім. Өздеріңіз топтық жұмыстарға дұрыс атқарып көрсеттіңіздер. Бірақ енді осы мәселені Қараой әңгімесінің негізгі тақырыбы мен идеясын, мазмұнын қалай түсіндіру жөнінде, осының ішінде қандай сұрақтар бар, өздеріңіз толғандырып жүрген, немесе түсіндіріп алған, соны қазір қойып маған айтуларыңызға болады. Кімде қандай сұрақ бар? Алчыда жақсы мен маған айта қоямын. Исатай жартымды кейіпкер Жәңгір хан халыққа көп жақсылық жасаған адам. Онда олар ұлышы неге соғысады? Міне өте жақсы сұрақ. Бұл сұрақта отыра ғой, бұл сұрақтарға негізгі мәселе олардың жеке басы емес, бұл әлеуметтік мәселе. Олардың арасындағы туыстық немесе басқадай жеке басының жетіспеушілігі емес, халықтың қамы, жердің жетіспеушілігі, әлеуметтік мәселелерді халықты толғандырған шаруалар, осының бәрі оларды бір-біріне қарсы қойды. Әйтпесе Махамбет те, Исатай да, Жәңгір хан да білімді оқыған өте прогрессивті адамдар. Дұрыс айтты, Михайланың сұрағынан кейін енді тағы да кімде қандай сұрақтар туындайды? Жақсы. Махамбетті әрі ақын, әрі батыр деп сипаттайды. Енді бір жібексерде жырау деп атайды. Дұрысы қалай? Дұрыс айтасың. Рахмет сұрағына. Бұл сұрақтың мағынасы Махамбет ақын екені рас. Бірақ Махамбет сол замандағы жырау өнердің ең соңғы өкілі деп сипатталады. Оның себебі жырау тек қана жыраулар өте шешен адам болған. Ол халықтың арасындағы көкейіндегі сөзді ел білушілердің алдында елін еркін айта алған және өте көркем тілде айта білген адамдар.
сұрағыңызға жауап осындай. Сұрақтар болады, айтыңыз. Тағы қандай сұрақтар болады? Басқа шығармалар туралы не айтасыз? Отыра Сәкен Әлімқұлов бұл тарихи шығармамен қатар көптеген шығармалар да өлеңдерде жазылған. Оның шығармаларының негізі тақырыбы ат шаруашылығы. Мына қазақ халқының негізгі өнерінің бірі ат ұстау. Осыған байланысты шығармалар өте қызықты. Оның романы бар, Ақбозат, Тұлпарлар тағдыры деген романдар. Оны біз оқыған. Жаңаберген халық сайлаған би, неге ол Махамбетті өлтіруге келісім берді? Әрине, өте дұрыс сұрақ. Бұның маңызы мынандай. Халықтың қаһарынан қорыққан Баймағамбет би оны әдейі жұмсап отыр. Бидің шешімі сияқты көрсеткісі келді. Ол бидің айтқанынан шыға алмады. Сондықтан да осы өлімге қатысты шаруаға оның баруына тура келді. Дегенмен де оны ықыласты да жақтатпайтынын осы әңгімеде айқын көруге болады.